Баршаңызға сәлем. Енді біз бұл бөлімде қуыршағымыздың қолын тоқитын боламыз. Ең алдымен қолдың біз саусақтарынан бастаймыз. Ол үшін жіпті саусағымызға бір орап, крючогымыздың кішкентай шетінен бастап тоқимыз. Себебі саусақтар бізде өте кішкентай болғандықтан тоқылуы сәл күрделі және түсініксіз болады баста. Міне, бір көше алдық. Міне, бір көше, екі көше, үш көше. Яғни үш көше, былай айтқанда, үш воздушный петля тоқып алдық. Енді соның екіншісінен 4 столбик тоқимыз. Орамсыз, 4 орамсыз баған. Біреу, екеу, міне, бір, екі, үшеу, мына нені арасында қалдырып жүргеніміз дұрыс болар. Жарайды, осылай тоқи берейік. Сосын кейін көрінбейтіндей етіп бекітіп тастаймыз. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, міне 1, 2, 3, 4. 4 бізде былай қараған кезде 4 көше көрініп тұр. Енді бірден біз екінші қатарға кетеміз. Ол үшін тағы да дәл осы әрбір көшеден бір орамсыз бағаннан тоқимыз. Ешқандай көтерілу, бекіту болмайды. Бірден сол нені тоқып кетеміз. Міне, біріншіге бір орамсыз баған жасадым. Міне, екінші көшеге тағы да орамсыз баған. Міне, үшінші көшеге тағы да орамсыз баған. Міне, бізде ең соңғы көше, ең соңғы көшеге тағы да бір орамсыз баған тоқимыз. Міне, біздің алғашқы саусағымыз дайын десек те болады. Әрине, түсініксіз, кішкентай болғандықтан түсініксіз болады, бірақ кейін аяқталып жатқан кезде қалай әдемі болып шыққанын өздеріңізде көресіздер. Міне, бір. Енді тағы да екінші саусаққа тоқу үшін тағы да біз бұл жерден 4 көше тоқимыз. Бір көше, екі көше, үшеу, төртеу. Міне, 4 көше тоқыдық. Сол 4 көшенің кері санаған кезде мына екіншісінен дәл осы екінші көшеден 4 орамсыз баған тоқимыз. Яғни бір орамсыз баған, екі орамсыз баған, үшеу, төртеу. Міне, 1, 2, 3, 4. Енді келесі екінші рядта іліп кетеміз. Бізде алғашқы көшеден бір орамсыз баған жасаймыз. Келесі көшеден тағы да орамсыз баған. Міне, келесі үшіншіден тағы да орамсыз баған жасаймыз. Және төртінші көшеден тағы да бір орамсыз баған жасаймыз. Бізде бұл екінші саусағы, және тағы да біз төртінші көшені тоқимыз. 4 столбик, 4 көше тоқимыз, яғни 4 воздушный петля. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Төртіншінің кері санаған кезде екінші көшеден 4 столбик тоқимыз. Біреу, дәл сол жерден тағы да екінші столбик,
өшірейін. Міне екінші саусақты тоқып болғаннан кейін біз тағы да 4 көше тоқимыз. Яғни 1 көше, 2 көше тоқыдым. Және міне тағы 3-ші көше, 4-ші көше. Кері санаған кезде екінші көшеден 4 орамсыз баған тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Міне 4 орамсыз баған жасадық. Міне 1, 2, 3, 4. Енді біз екінші қатардан сол 4 көшеден тағы да орамсыз баған жасап шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, міне 4-еу. Яғни бізде 4-шісі мынау, иә? Біреу, екеу, үшеу, және 4-еу. Міне 4-шісі. Бізде 3-ші саусағымыз да дайын. Енді келесі 4-ші саусаққа тағы да біз 4 көше тоқимыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3-ші көшеден, яғни кері санаған кезде екінші көшеден тағы да 4 орамсыз баған тоқимыз. Біреу тоқыдық. Екеу, үшеу, міне 4-еу. 1, 2, 3, 4-шісі. Енді осы 4-шіден тағы да біз 4 орамсыз баған жасаймыз. Біреу, міне екіншіде, екеу, үшіншіден, үшінші көшеміз. Және ең соңғы көше бізде 4-ші көше. Енді былай саусақтарымызды оң қаратып ретке келтіреміз. Міне 1, 2, 3. Міне бізде 4-ші саусақ, е. Енді осы саусақтарымыздан айналдыра біз әрбір көшеден бір-бір орамсыз баған тоқып шығамыз үстінен. Және тоққан кезде, мысалы, мынау көшенің тек бір қабырғасынан ғана, мына жақтан емес, мына жерден тек осы бір қабырғасынан ғана тоқып шығамыз. Біреу, жоғары көтерілеміз, және біз осы жерден көшеден бір орамсыз баған. Және бізде мына жерде тағы бір көше тұр. Екінші орамсыз баған. Мына жерде мына тек бір ғана бетінен.
өте күрделі және қолға ұстауда қиындау. Енді жұмысымызды айналдыра екінші жағына тоқып шығамыз. Әрбір көшеден бір орамсыз бағаннан тоқып шығамыз. Жұмысымыз жаймен көрініп келе жатыр, иә. Міне бізде бір саусағы анық көрінді. Бұл өте кішкентай болғандықтан, түсініксіз болғандықтан арасынан мына жерде мысалы көшелер тоқылмай қалып кетуі де мүмкін, бірақ одан ешқандай жаңағы не жоқ, өзгеріс жоқ, бірақ сол саусақтың бейнесі шығады. Міне біз айналымды бітіп бекіттік. Міне көріп тұрғандарыңыздай бізде 4 саусағымыз шығып келе жатыр, иә. Енді дәл осыны айналдыра отырып тағы да бір ряд тоқып шығамыз.
біздің саусақтарымыз осылай келе жатыр. Енді бізде мына жерде 4 саусақ қой. Енді 5-ші саусақты шығарамыз. Тағы да 4 көше тоқимыз. 3-ші көшеден тағы да 4 көше тоқимыз. 1, 2, 4-еуге 1, 2, 3, 4. Енді ешқандай өзгеріссіз тағы да 4 столдан 4 көшеден 4 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Бір көше жоғары көтеріп, осы жерден айналдыра тағы да тоқып шығамыз. Біздегі көрініс осылай тұру керек. İki, біздің көтерген кездегі 4 көше деп алған бар емес па, содан өткізіп біріктіреміз. Біреу, екеу, үшеу, енді мынау 5-ші саусаққа жақындағанда біз қысқарту амалын жасаймыз. 2 рет қысқартамыз.
саусағымызды да қосып тоқып кетеміз. Біздің саусағымыз енді мына жақтан қатарынан 4 рет убавка жасаймыз, яғни 4 рет қысқартамыз. Бір, екі, үш және төрт. Сонда біздің саусағымыздың мына жағы, яғни алақан жағы кішірейді. Енді біреу, екеу, үшеу жасап, тағы да мына жерде қатарынан убавка жасаймыз. Біреу, екеу, үшеу. Байқасаңыздар, қолымыз шығып келе жатыр, тағы да убавка жасаймыз. Міне, бұл біздің қуыршағымыздың саусақтары. Мына жерде енді біз тағы да қысқарту амалдарын жасаймыз бұл қатарда. Яғни қазір біз әрбір көшеден қатарынан 3 көше тоқимыз. 3 столбик тоқимыз, одан кейін бір орамсыз баған жасаймыз. 3 столбик тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу және орамсыз баған жасаймыз. Біреу, екеу, үшеу и қысқартамыз. 3 орамсыз баған қатарынан, одан кейін қысқарту амалы. Және мына жерге
екеу. Міне біз енді саусақтарымыз шықты. Мынаны ең соңында біз былай бекітіп, яғни қазірдің өзінде былай бекітіп тастасақ болады. Көрінбей қалды, артылған жіпті қолдың ішіне салып тастаймыз. Бізде міне қуыршағымыздың саусағы. Енді бізде әрмен қарай өте оңай болады. Дәл осылай біз 10 қатар тоқимыз. Шатасып кетпес үшін енді біз маркер қыстырып қойсаңыздар болады. Және содан кейін уже крючогымыздың жуан жағымен тоқу керек біз, яғни. Бірінші қатарын біттік. Екі қатарын тоқыдым, дәл осылай тағы да 8 қатар өзіміз тоқып шығамыз. 10 қатар тоқып болдық.
Енді біз қолымыздың ішіне саусақ қол майысу үшін осындай провод саламыз. Осылай салып, және осындай жақсылап орап аламыз. Және осындай силиконовый мақтамен жақсылап осыны ораймыз. Салып, осындай палочкамен итеріп әрмен қарай тағы да 2 қатар осылай ешқандай өзгеріссіз тоқып шығып бекітеміз. Міне біз қолымыз почти дайын. Енді осыны тек бекіту амалын жасап,
тастап бекітеміз және біздің қолымыз дайын. Енді менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге көп рахмет. Және де қазақ каналының дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Сіздерге үлкен рахмет.